Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Шошқан ықшам ауданы 203-ші жалпы білім беру мектебінің жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Сіздерге студияда қызмет ететін Оралханов Марат. Ағымдағы жылдың қазан айының 2-ші жұлдызында Алматы қаласы Түрксіб ауданы Нұршашқан ықшам ауданында жаңадан бой көтерген 203-ші жалпы білім беру мектебінде республикалық тұлпар мініп ту алған байқауының аудандық кезеңі өтті. Байқаудың аудандық кезеңінің аталмыш мектепте өтуінің өзіндік себептері де жоқ емес. Дүбірлі сайыстар өткізу үшін мектептің материалдық техникалық базасы және заманауи талаптарға сай мәжіліс залы да өте қолайлы екендігіне тағы да бір тәнті болдық. Таңғы сағат 8-ден бастап қатысушыларды қарсы алып және оларды тіркеп қонақжайлық танытқан мектеп ұжымының жауапты ұстаздары да бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара білді. Мектеп директоры Дайырбаева Ресима Сұлтаналиқызы байқаудың әділ-қазылар алқасымен таныстырып өтіп, барлық қатысушыларға сәттілік тілеп, сайыстың аудандық кезеңін ашық деп жариялады. Түрксіб ауданының мектептерінен қатысқан оқушылар өздерінің қазақ елінің тарихи құндылықтарын терең меңгергендіктері сайыстың әр кезеңінде ерекше көрініс тапты. Сайыс соңында жеңімпаздар анықталып, келесі қалалық кезеңге жіберілді. Ұйымдастыру өткізу кезеңдерінің жоғары деңгейде өткендігі көңіл қуантарлық жағдай. Бүгінге осы, келесі жағымды жаңалықтардың легі өз кезегінде тікелей эфирімізде сіздерге жол тартатын болады. Көріскенше күн нұрлы болсын, құрметті әріптестер. Сіздермен бірге болған мен, Марат Оралханов.